Шетелде дауыс беру. Шет мемлекеттердегі Қазақстан Республикасының өкілдіктері жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне тиісті шет мемлекетте тұратын, немесе ұзақ мерзімді шетелдік іс-сапарда жүрген. Сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса, енгізіледі. Шет мемлекеттердегі сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар бірыңғай жалпыұлттық сайлау округы бойынша дауыс береді. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктері жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.